Запись жасайық. Я апай қосылды. Я апай қосылды. Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Өздеріңіз білетіндей, биыл 2021 жылы Мұқағали Мақатаев біздің ақиық ақынымыздың 90 жылдық мерейтойын тойлағалы отырмыз. Туған күні 9 ақпан күні екенін барлығыңыз білесіздер. Бүгінгі сабағымызды Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдық мерейтойына арнап, Мұқағали мәңгілік өмір деген тақырыппен өткізгелі отырмыз. 7 А сыныбынан және 7 А сыныбынан ең үздіктері, көшбасшылары деп құралған оқушылар командалармен өзара бәсекеге сайысқа түсетін болады. Ендеше сіздерге сәттілік тілеймін. Өздеріңіздің мықты екендеріңізді, белсенділіктеріңізді көрсетесіздер деген сенімдемін. Қазір әділқазылар мен оқушылар бір-бірлеріңізбен танысып өтсеңіздер болады. Бізде қатысушы топ, бірінші тобымыз ақиық тобы 7 А сыныбы және екінші топ мұзбалақ тобы 7 А сыныбынан құралған команда. Әділқазылар алқасымен танысып өтіңіздер. Әділқазыларымыздың бірі, бүгінгі сайысқа қазылық етушілердің бірі Бақбергенова Роза Қожабайқызы, біздің Қара шаңырақтың Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің аға оқытушысы, менің университеттегі жетекшім, және Байкүрішева Самал Сайлаубайқызы, сіздердің өздеріңіздің пән мұғалімдеріңіз, білімдеріңізді бағалап жүрген өз мұғалімдеріңіз. Және келесі Тұрсынғалиева Айым, болашақ педагог, мен секілді, сіздер секілді балаларға сабақ беріп жүрген, өзінің жақсы мұғалім болатынын дәлелдеп жүрген біздің жоғары дәрежедегі студентіміз, практикант апайларыңыз. Ендеше сайыс барысына шолу жасап өтейік, балалар. Бүгінгі сабағымыз 4 кезеңнен құралған. Бірінші кезеңіміз кім жылдам кезеңі деп аталады. Бұл жерде 1 минут көлемінде сіздер сұрақтарға жауап бересіздер. Әрбір дұрыс жауап 1 ұпаймен есептеледі. Және екінші кезеңде кім тапқыр кезеңінде сіздер қазақ тілі теориясына байланысты сұрақтарға жауап бересіздер. Сұрақтар сіздерге осы уақытқа дейінгі келген сұрақтар ішінен келеді. Сұрақтар 3 деңгейге бөлінеді: оңай, орташа және күрделі. Соған сай оңай сұрақтарға 1 ұпай, күрделі сұрақтарға 3 ұпай және орташа сұрақтарға 2 ұпай берілетін болады. Келесі 3-ші кезең сөз жұмбақ кезеңі. Бұл жерде қазақ әдебиеті пәні бойынша сіздерге сөз жұмбақ жасырылады, және соған сұрақтарына байланысты жауаптарын сіздер сөз жұмбақты толтырасыздар. 1 дұрыс жауап, 1 ұпай болып есептелінеді. Және соңғы кезеңіміз мәре кезеңі. Ребуста жасырылған өлең атауын тауып жатқа оқисыздар. Бұл жерде 10 ұпай беріледі, яғни алдыңғы ұпайларыңызды мүлде өзгертіп жіберу мүмкін. Шешуші кезең, сондықтан дайын болыңыздар. Ендеше қазір бірінші кезеңімізді бастайық. Бірінші кезеңіміз кім жылдам. Бірінші топ бізде 7 А сыныбынан құралған ақиық тобы бастайтын болады. Сұрақтар 2 сыныпқа да, 2 топқа да ақын өмірі мен шығармашылығынан қойылады. 2 топ үшінде уақыт 1 минут және ұпай 1 дұрыс жауапқа 1 ұпай берілетін болады. Сіздерге сұрақтарды мен айтып отырамын. Дұрыс жауап немесе қате жауап екенінде мен өзім белгілеп отыратын боламын. Сайыстың әділ болуын біздің әділқазылар алқасы міндетті түрде қарап бағалап отыратын болады. Ендеше ақиық тобы, сіздер дайынсыздар ма? Я, дайынбыз. Я дайынбыз. Жақсы, сіздердің назарларыңызға таймер қосылды. 1 минут уақытты бағалайтын болады. Бір-бірден жауап берсеңіздер, немесе кезек-кезек. 1 минутта қанша сұраққа жауап бере аласыздар, сонша ұпай жинайсыздар. Ендеше бастайық. Дайынсыздар ғой, дауыстарыңызды анығырақ шығарыңыздар. Барлығымыз отырайық. Жақсы, ендеше дайын болсаңыздар бастадық. Бірінші, ақын өмір сүрген ғасыр. 20 ғасыр. 20 ғасыр. Мұқағали ақынды қай құсқа теңейді? Мұзбалақ, яғни бүркіт. Бүркіт. Келесі. Ақынның азан шақырып қойған аты. Мұхаммед Қали. Жақсы. Сүлейменұлы Мақатаев.
Келесі, ақынның көзі тірісінде жарияланған жинақтары. Қырман басында. Қойшы бала. Қырман басында қойшы бала Қытай. Қырман басында одан кейін қойшы бала. Қойшы бала Қытай. Қойшы бала. Жақсы. Келесі, Мұқағалидың аударма саласындағы еңбектерін атаңыздар. Дәнеттің құдіреті. Дантестің құдіреті комедиясының Тұмақ деген кітап бөлімін аударған 1971 жылы. Жақсы. Келесі, ақынның Аққулар ұйықтағанда поэмасының негізгі идеясы. Бір күні баласы ауырып қалады, баласы ауырып қалғаннан кейін Тәмік ата айтады. Балаңды емдеу үшін қанаттың құсын алып келу керек, яғни аққудың құсын алып келу керек дейді. Сосын Оған папасының дәті жетпейді, одан кейін мамасы барады. иә, сосын анасы алып байқамай сосын сол Одан кейін ол аққуды алып келе жатқан кезде баласы өліп қалғанын түсінеді. Яғни құстың қасиетін, жазықсыз жанға қиянат етуге болмайтыны. Жақсы, сіздер Ақиық тобы 6 сұраққа жауап беріп үлгердіңіздер. Сіздердің қоржындарыңызда 6 ұпай, әділқазылар, сіздер жазып отырсаңыздар. Жақсы, келесі мұзбалақ тобы үшін. Мұзбалақ тобы дайынсыздар ма? Иә, апай, дайынбыз. Иә, апай. Жақсы, ендеше бастайық. Қайтадан бастайық, иә? Алдын ала бастайық. Жақсы, бірінші сұрақ. Мақатаевтың туған жері. Алматы облысы Райымбек ауданы. Жақсы, келесі ақынның ата-анасы туралы не айтасыздар? Әкесі Сүлейман Қарапайым болған, Сүлейман Қарапайым болған. Ал апасы оның Нағиман, ол анасын жеңгесіндей көреді. Жақсы, келесі Мұқағали білім алған оқу орындарын атаңыздар. Ол Горький атындағы әдебиет институтында оқыған. Жақсы, ақынның газетте жарияланған алғашқы өлеңі. қойшы бала Қырман басында. Жақсы, келесі сұрақ. Мұқағали Мақатаевтың прозалық шығармасын атаңыз. Қош махаббат, Қош махаббат, Аққулар ұйықтағанда, Шолпан және тағы басқалар. Аққулар ұйықтағанда проза ма? Жоғыл поэмасы Қош махаббат. Сондықтан, Қош махаббат. Жақсы, келесі 6-шы сұрақ. Ақынның көзі тірісінде Аққулар Аққуларыңыз аяқталды. Мұзбалақ тобы өкінішке орай 5 сұраққа ғана жауап беріп үлгердіңіздер. Әділқазылар алқасы, сіздер белгілеп отырсыздар, иә? Жақсы. Жақсы оқушылар, мойымаймыз. Алдағы уақытта, алдағы сұрақтарда сіздер өздеріңіздің белсенділіктеріңізді көрсете аласыздар деп ойлаймын. Жақсы, ендеше бізде қалып қалған сұрақтарды балалар қойып жіберейік, оған ұпай бермеймін, бірақ сіздердің білімдеріңізді тексеріп өтейік. Ақынның жұбайының есімі кім? Мұқағалидың мемлекеттік сыйлыққа ие болған кітабы қайсы? Аманат кітабы. Аманат. Ақынның Майгүліме өлеңі кімге арналды? Қызына. Ерте қайтыс болған. Ерте қайтыс болған қарындасына арналды. Ақынның сөзіне жазылған қандай әндерді білесіздер? Қандай әндерді білеміз? Ақын сөзіне жазылған. Мен алғашқы жанасып барамын. Ақниет Жақсы. Серік Әбдірайымов Сарибон келеді. Жақсы, келесі. Жақсы, ендеше бізде Ақиық тобында 6 ұпай, Мұзбалақ тобында 5 ұпай қоржынымызда бар. Келесі кезеңге өтулеріңізбен құттықтаймын. Сіздердің назарларыңызда 3 деңгейден және 3 бөліктен тұратын ұпайлар берілген. Сондықтан кезек-кезек бірінші Ақиық тобы бастайды. Бір сұрақтан кезектесіп таңдап отырасыздар. Егер жауап бере алмаса, келесі топ жауап берулеріне болады. Жақсы, Ақиық тобынан кім жауап бергісі келеді? Мен жауап берейінші, апай. Жақсы, Әлия, қай сұрақты таңдайсыз?
Қай деңгей, қай бөлім? Тіл Тіл. ұлттан аталатын үш бөлім. Бірінші деңгей тіл деп білемін. Бірінші деңгей тіл. Жақсы. Бірінші деңгей. Бір ұпайлық сұрақ. Әділ қазақ алқасы белгілеп отырыңыздар. Жақсы. Қосымша деген не? Оның қанша түрі бар? Қосымша ол екіге бөлінеді. Иә. Және олар жұрнақ, жалғау және жұрнақ. Иә. Яғни қосымша дегеніміз не? Яғни сөзге қосылатын сөздің мағынасын. Иә. Сөздің мағынасын байланыстыратын. Сөзге жаңа мағына береді, немесе сөзге грамматикалық мағына істейді. Жақсы. Сізде бір ұпай, дұрыс жауап беріп қабылдаймыз ғой, балалар, иә? Иә. Жақсы, келесі мұзбалақ тобына жауап береді бізде. Кәне? Кім бар? Аян, Айерке, Сымбат, Кәусар, қайсыңыз? Апай мен. Аян ба? Жоқ, Кәусар. Кәусар, жақсы Кәусар. Қай сұрақты таңдайсыз, қай деңгей? Бірінші деңгей жан. Бірінші деңгей жан. Бұл да бір ұпайлық сұрақ. Дауыссыз дыбыстардың түрлері дейді. Фонетикадан сұрақ қойдық. Ұяң, қатаң және үнді. Айтып бере аласыз ба әрқайсысын? Иә. Иә, тыңдайық. Қатаң дауыстарды атап өтіңізші. Уақытымыз шектеулі. Қатаң Қ, Қ, П, С, Т, Ф, Х, Ч, С, Ш, Ч. Жақсы, келесі ұяң дауыссыздар. Ұяң Б, В, Г, Ғ, Д, Ж, З, Д. Жақсы, келесі үнді дауыссыздар. Қысқа И, Л, М, Н, Н, Р, У. ЛМ емес, ЛМ деп атайық, иә, қазақша. Жақсы, Лм. мұзбалақ тобында дұрыс жауап бергені үшін бір ұпай. Келесі қайтадан ақиық тобы, қай деңгей, қай бөлім? Назым, сіз жауап бересіз ғой дейм, иә? Екінші деңгейдің біріншісін таңдай берейін. Тіл бөлімі екінші деңгей, екі ұпайлық сұрақ. Жүктеу есімдіктерін атаңыз. Жүктеу есімдіктері қазір. Есімдік деген үлкен бір сөз табы бар, иә? Иә. Кәне жауап береміз? Назым, сіздің микрофоныңыз өшіп тұр. Жауап беріп жатырсыз ғой деймін. Ұмытып тұрмын апай қазір. Осы топтан басқа оқушылар жауап берсеңіздер болады. Апай, біз жауап берсек бола ма? Егер бірінші топта жауап болмаса, екінші топтан жауап беруге болады. Бар ма бірінші топтан жауап? Жоқ, бірінші топтан жауап жоқ болса, иә, Кәусар? Жүктеу есімдігі дегеніміз ол белгілі бір жақтың ұғыммен байланысты сөздерді жүктеу есімдігі деп атаймыз. Мысалға, жүктеу есімдіктері сен, сіз, ол, біз, біздер. Олар үш жағы болады. Үш жағы және жекеше көпше түрі бар. Мысалға, бірінші жағы мен, екінші жағы сен, сыпайы түрде сіз, ал үшінші жақта ол мысалға солай, ал көпше түрде біз, сендер, сіздер, олар болып бөлінеді. Жақсы. Яғни, жүктік мағына беретін есімдіктер. Мұзбалақ тобына екі ұпай қосылды. Келесі, үшінші деңгей қайтадан мұзбалақ тобы таңдайтын ол кезең. Кәне, Аян таңдасын бізде. Аян қатысып отырсыз ба? Аян? Ұят бірінші деңгей. Бірінші деңгей ұлт, иә, ұят емес. Сөз таптарын ата дейді. Өте оңай сұрақ.
Тездетіп жауап берейік, балалар. Зат есім, сын есім, етістік, Иә, басқа жоқ па бізде? Шылау, одағай, сосын Аянның интернеті тұрақсыз болып тұр ғой деймін, иә? Осы топтан Аянға көмектесетін. Дұрыстап, рет. апай айта берейінші. Сөз Иә, топтары Зат есім, сын есім, сан есім, есімдік, етістік, еліктеу сөз, Шылау, иә, және одағай. одағай. Аян, Одағай. камераларыңызды қоспаған оқушылар, мен сіздердің жауаптарыңызды өкінішке орай қабылдай алмаймын. біздің топқа келдіңіз бе, апай? Аян, Назым, камераларыңыз қоса қойыңыздар. Аян камерасы өшіп тұруына байланысты біз Аянның жауабын қабылдамаймыз. Себебі оқып тұрған болуы мүмкін, иә? Келісесіздер ғой, балалар? Иә, апай. Жақсы. Ендеше қайтадан Ақиық тобы таңдайды. Мен екінші деңгей қыз қолын көтеріп тұр ғой, соны таңдаймын. Иә, жан бөлімі, иә? Жақсы. Иә. Септік сұрақтарын ретімен айт. Септік жалғау зат есімге жалғанғанда оған белгілі бір грамматикалық мағына істеп, сөйлемде оны басқа сөздермен байланысқа түсіреді. Олар септікте 7 септеу бар, олар атау септік, іліп септік, барыс септік, табыс септік, жатыс септік, шығыс септік және жатыс септік. Олардың сұрағына келетін Шығыс септік және көмектесептік. Көмектес септік. Жақсы. Атау септікке келетін болсақ, атау септік ойдың іс-әрекеттің меншігі екені не нәрсеге тән екенін білдіреді. Мысалы, оған кім не деген сұрақ қойылады. Ілік септік. Зат есімнің меншігі, ілік септік зат кімнің меншігі екенін, не нәрсеге тән екенін білдіреді. Мысалы, Асқардың немесе Әйгерімнің компьютері. Бар септікке келетін болсақ, бар септік іс-қимылдың бағытын, мекенін, мезгілін білдіреді. Ал табыс септікке келетін болсақ, заттан Сұрақтарын айтыңыз. Жатыс септікке келетін болсақ, іс-қимылдың орнын, мекенін, мезгілін білдіреді. Ал шығыс септікке келетін болсақ, заттың мағынаны, әрекеттің шығу кезін, мекенін, мезгілін білдіреді. Көмектес септік іс-қимылдың амалын, істелу құралын Сұрақтарын айтайық білдіреді. Мысалы, атау септік. Не? Атау септік. Сұрақтарын айтыңыз тек. Атау кімне? Ілік септік. Кімнің ненің? Бар септік. Кімге неге? Табыс септік. Нені кімді? Жатыс септік. Қайда? Шығыс септік. Қайдан? Апай, көмектесейінші шыға. Алия көмектесін, Айша кішкене қателіктерді жіберіп жатыр, иә? Иә, Алия тездет. Атау септік кімне, одан кейін іліп септік кімнің ненің, бар септік кімге неге, табыс септік кімді нені, одан кейін жатыс септік неге, шығыс септік кімнен немен, көмектес септік кіммен, көмектес септік кіммен немен. Кіммен немен, иә. Жақсы, сіздердің қоржындарыңызға тағы 2 ұпай беретін боламыз. Келесі мұзбалақ тобы. Қорықпай 3 деңгейлік 3-ші деңгей сұрағын ала аламыз ба? Айдана, сіз қатысыңыз. Сіздің даусыңыз естілмейді. Жақсы, келесі. Кәне, Сымбат, сіз қатысасыз ба? Иә, апай. Біз 3-ші кезеңнің біріншісі. Тіл бөлімі 3-ші деңгей, жақсы, өте жақсы.
Сұрағы, есімше қандай қызметтер атқарады? Жұрнақтарын ата дейді. Есімшенің жұрнақтары қазір апа есіне түсіріп алайын. Қандай қызметтер атқарады екен есімше? Қанша қызмет атқарады екен? Апа топ мүшесіне көмектесуге болады. Иә, болады, Кәусар. Есімше дегеніміз ол етістіктің есім сөздерге ұқсас белгілі бір түрі. Мысалға, оларға ған, ген, қан, кен жұрнағы жалғанады. Және мысалға, өткен шақытта алатын болса, жазылған хат, келген адам, ол кеткен, сен бергенсің, мен бергенмін деген сияқты қолдануға болады. Ал бұрынғы шақыттың көрсеткіштерін бұрынғы шақыттан алатын болсақ, атын, етін, итін. Мысалға, істелетін жұмыс, ертең келетін сияқты деген сияқты қолдануға болады. Жақсы, одан басқа қандай жұрнақтар бар екен? Және ар, ер, деген жұрнақтар бар. Келер күн, ас, айтылар сөз, және мақ, мек, пақ, пек, ақ жұрнақтар бар. Олар айтылмақ сөз, орындалмақ жұмыс, және кездеспек күн дегенді білдіреді. Ол есімшенің жұрнақтары ма? Иә. Мақ, мек, пақ, пек, Келер шақта айтылып тұрған қосымшалар, жұрнақтар. Қандай қызметтер атқаратынын ата айтпадыңыз ғой. Толықтырайықшы, толық. Мен сіздің жауабыңызға қанағаттана алмай тұрмын. Апай, мен толықтырсам болады ма? Есімше ол анықтауыш қызметінде заттың қимылын оның бір белгісі ретінде көрсетеді. Мысалы, есімшеден болған анықтауыш заттың тұрақты белгісін емес, ол тұрақсыз белгісін білдіреді. Нақты қандай қызметтер атқаратынын әлі айта алмай жатырмыз балалар. Ол есімше атқарып кейде екінші болып жүктеліп Шектеледі етістіктерді атқарады. Назым. Жоқ, балалар, бұл сұраққа кәне Әлия. Мен жауап берейінші, апай. Есімше ол етістік бар түрі. Иә. Апай, мен айтайыншы. Есімше ол Жаңа біздің уақытымыз шектеулі, Әлия айтып көреді, әйтпесе қабылдамаймыз бұл сұрақты. Нақты қызметтер. Есімше ол екі түрлі қызметте атқарылады, яғни ол біреусі етістік, екіншісі есім. Есімнің орнында атқарылады, және де ол мына жұрнақтар арқылы жасалады. Ған, ген, қан, кен, ар, ер, ыр, сы, одан кейін атын, итін дегенде, одан кейін мақ, мек, бақ, пек. Жақсы, бұл сұрақтың ұпайы бізде бірінші топ ақиық тобына беріледі. Иә, нақты есім және етістік қызметін атқаратын мен балалар сіздерден ести алмадым мұзбалақ тобы. Енді бізде ақиық тобының таңдау кезеңі. Тездетіп жауап берейік, біздің уақытымыз өте шектеулі. Қайсыны таңдайсыздар? Мен үшінші деңгей, екінші. Ұлт үшінші кезең. Үшінші деңгейдің екінші кезеңі. Міне, көсемше қандай қызметтер атқарады, жұрнақтарын ата дейді. Тезде жауап береміз. Көсемше сияқты екі түрлі қызмет атқарады. Оның жұрнақтары А, Е, ip, деген жұрнақтары бар көсемшенің. Өте жақсы, яғни үстеумен етістік қызмет атқарады. Жақсы, келесі мұзбалақ тобы таңдаймыз. Апай, үшінші деңгей жан. Үшінші деңгей жан. Жақсы, Ерке. Шылау дегеніміз не? Оның қандай түрлері бар? Не? Ерке жауап бар ма? Апай, жауап берейік. Жауап берсем болады. Жақсы, осы топтан жауап берсеңіздер болады. Шылау ол сөзбен сөздің немесе сөйлем мен сөйлемнің араларын байланыстырады.
араларын байланыстырып және оларды құрастыру үшін қолданылады. Ол сөз тіркестерінің өзінің ода шылауда жалғаулық және септеуліктер бар. Тағы да қандай түрі бар? Біреуі бар, сіз біреуін қалдырып тұрсыз, Сымбат? Демеуліктер және демеулік. Демеулік өте жақсы, яғни септеулік, демеулік және жалғаулық. Жақсы, келесі сұрақ. Сізге 3 ұпай беріледі мұзбалақ тобына. Жақсы. Ақиық тобы соңғы сұрақтарға жауап беру сіздерге бұйырып тұр. Жалғаудың 4 түрі бар. 4 түрі бар. Көптік, тәуелдік, жалғаулық және септік жалғау. Септік және жіктік. Иә, септік, тәуелдік, көптік және Одан кейін жіктік. Жіктік, иә. Жақсы. Жалғау мен жұрнақтың қандай айырмашылығы бар, балалар? Жұрнақ ол сөздің мағынасын өзгертеді, ал жалғау сөзбен сөйлейді. Иә. Яғни жұрнақ сөзді түрлендіреді немесе тудырады. Ал жалғау болса байланыстырады сөзді. Кәусардың жауабы үшін мен тағы да 1 ұпай өзім қосып беремін. Жақсы. Екінші кезеңіміз осымен аяқталды, балалар. Қазіргі енді 3-ші кезең сөз жұмбақ кезеңі. Сіздер назарларыңызда 2 сөз жұмбақ көрсетілген. Бірінші топқа ақиық тобы және екінші топ мұзбалақ тобы. Сіздерге нақты көрініп тұрса, сіздерге берілетін уақыт бар жоғы 2 минут. Уақыт кетті, балалар. Апай, даусыңыз естілмейді. Мен қазір сөйлеп отырған жоқпын, балалар. Сіздерге уақыт беріп үндемей отырмын. 5 минут уақыт болды. Аяқтасаңыздар, бірден айта берулеріңізге болады. Балалар, оңғалар апайдың дауысы естілмей қалды. Сіздер аласыздар да толтыра бересіздер. Отыз секунд уақытымыз қалды, балалар. Мен даусым естіліп тұр ма сіздерге? Иә, апа, естіліп тұр. Жақсы. Уақытымыз аз қалды. Уақыт аяқталғанда жауап беріп үлгерген сұрақтарыңызға ғана кезек береміз. Он секунд. Уақыт аяқталды, балалар. Кәне, жұмысымызды тоқтатамыз. Бірінші жауап қай топта? Кәне? Апай. Иә, Сымбат. Жақсы, өте жақсы. Мұзбалақ тобы бірінші жауап беруге өтінім білдірді. Жақсы, Сымбат. Сіздің микрофоныңыз өшіп тұр. Аллитерация дейміз. Жақсы, дауыссыз дыбыстардың қайталанып келу аллитерация. Жақсы, 1 ұпай. Келесі. Қыз жібектің ғашығы Бекежан. Бекежан ба? Бекежан емес, Төлеген. Төлеген. Жақсы, келесі. Есімханға жыр арнаған жырау кім? Жиембет жырау. Жиембет жырау. Жақсы, келесі. Айтыстың алтын діңгегі? Түйінбай Аронұлы. Түйінбай Аронұлы. Жақсы, келесі. Грекше соңғы сөз мағынасын беретін қорытудың бір түрі?
Жауап жоқ па? Жақсы, есептемейміз ендеше. Келесі ақиық тобы, жауаптарыңызды дайындаңыздар. Бізде уақытымыз өте тығыз, балалар. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні мақал. Тобықтай түйінді мақал болады. Мақал. Жақсы, келесі зар заман атаулы әдебиетке енгізген. Жауап бар ма? Апай бір жауап берсек болады ма? Апай бір жауап берсек болады ма? Жақсы, жауап беруге болады. Шортанбай Қанайұлы. Әдебиетке жоқ. Сортанбай Қанайұлы бұнда сыймайды ғой. Сортанбай Қанайұлы оның ақыны. Сыймайды. Әдебиетке енгізген кім еді бізде? Келмейді ғой ол. Есептемейміз, әуезов болатын. Келесі, Құрмаш өліміне себепкер. Құрмаштың өліміне себепкер. Асқар көксерек. Жақсы, көксерек. Келесі, Баян мен Ноян ғашық болған ару. Қалмақ қызы. Атын ұмытып тұрмын. Қалмақтың қызы аты? Аты? Аты не? Жақсы, есептемейміз. Келесі, аты Құралай болатын балалар. Келесі, грекше алғы сөз мағынасын беретін кіріспе түрі. Алғы сөз мағынасын беретін кіріспе түрі. Жақсы, бұған жауап жоқ, балалар. Сіздер екеуіңіз де 5-ші сұрақтарға жауап бере алмадыңыздар. Эпилог және пролог болатын. Осы қайталаңыздар, осы тақырыптарды міндетті түрде. Осы бойынша бізде мұзбалақ тобы 2-ші топта 4 ұпай және 1-ші топ ақиық тобында 2 ұпайға ие болды. Жақсы, соңғы кезең бізде ребус мәре кезеңі. Мен қазір сіздер назарларыңызға ребус ұсынамын. Тапқан адам өлеңді оқу арқылы 10 ұпайға ие болып, алған ұпайларыңызды өзгертіп жіберулеріңіз мүмкін. Бірінші, тез назар аударыңыздар. Апайына біріншісі не Мен таулықпын. Мен таулықпын. Жақсы, жатқа оқи аламыз ба? Апай, мен оқып берсем бола ма? Жақсы. Жатқа. Кім бізде жатқа оқи? Кәусар. Кәусар, өте жақсы. 10 ұпай мүмкін сіздің еншіңізде болып қалуы мүмкін. Тау дейтін алып жүрек ана туған. Мен таулықпын, таудан мен жаратылғам. Киіктің сүті